Ұнатып жалғыз сені самалды желкешінде, саған деген махаббатым бір көргенде келді ме? Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден, көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден, көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сенің сұлу көздеріңді ұмыта алмадым жаным. Кінә болса кешір мені, кінәм ғашық болғаным. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден, көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден, көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Нұрға толы асыл бейнең жанға жылу береді. Ақ ұлпадай ақша жүзді ойлай бергім келеді. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден, көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден, көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Ал жеңгелер дайын тұрамыз құдалармен билеуге. Ал құдаларға бір қошемет шапалақ қолдау көрсетейік. Ортаға құдалар келе жатыр қанекей. Шашу шашып бар салайық. Қосылайық. Неге? Қасым бар дедім, ұлым бар дедім, дәл өзіңдей құдай екен менің іздеп жүргенім. Бізде бар бала, шашып аламыз құдалар. құдай құтты болсын, ұста тұсаңа. Ой құда құда, не қалайсың сұра, сенен жақсы құда маған табылмайды ау сірә. Ой құда құда, не қалайсың сұра, тұсақтасын құда болды, құда болсаң сыра. Hay berекелі қане. Биле, көңілірек. Әне. Билеп барайын, саптан сабайын, құйрық бауыр беріп, көз қарысып алайын. Керейін маған, көбейсін ортам, құда құдағиым, билеп шықсын ағайын. Ой құда құда, не қалайсың сұра, сенен жақсы құда маған табылмайды ау сірә. Ой құда құда, не қалайсың сұра, құшақтасып құда болды, құда болсаң шыда. Айде, биле, кеттік. Қане. Тамаша.
бір билеп алмадық па құдалар? Ағайындар, апалар, жеңгелер. Кеткілі! Би! Үлкендер жайғаса берсін, жастар бір билеп олайық. Көңілді көтеріп, тойдың атмосферасы көтерейік кетті қалеке! Жаным деп гүлнарам, күнде саған барам. Сенен хабары жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені гүлнарым. Хей, жаным деп гүлнарам, күнде саған барам. Сенен хабары жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені гүлнарым. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын. Сыйлайын мен гүлдер, арнап күнде саған. Гүлденіп тұр жүзің, гүл алып мен барам. Келдім саған гүлнарым. Хей, жүрек дүрсілдетер, күлім десең маған. Сыйлайын мен гүлдер, арнап күнде саған. Гүлденіп тұр жүзің, гүл алып мен барам. Келдім саған гүлнарым. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын. Тамаша көңілдері қалеке! Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын. Ай, бәрекелді. Ал ән жайғасуға болады. Тойда сырған отырып аламыз. Той түріне жайғасамыз. Келіңіздер. Ескі анда қонақтар кіреміз. Шабақты атқып, ұрылаған құртты. Шатырдағы ауылға деген сағыныш отын лапылдады. Көршінің қызы, көшенің әні, местің шайы ұмытылмайды. Жаныма менің жақын бәрі. Той құтты болсын! Хей! Ассалаумалейкум. Көкбайрақ биік көгінде, егемен елдің төрінде, алталаш бауыр ағайын той беріп жатыр бүгінде. Жан тәні тойды қалайтын, қаздаға тойды болайтын, тойшыл халық әлемде қазақ деп қана санайтын, кеудесінде барайбын жиналып келген ағайын. Баршаңызға әлеумет. Ассалаумағалейкум. Той құтты болсын ағайын.
Мінекей қадірлі ағайын, бүгін шаңырақ аталы, дастырғаны баталы болған, шәугімі шоқтан, қазаны оттан түспеген, жалпы Қожабековтер әулетінде, дәлірек айтсақ, әлімдер әулетінде той. Бүгін Иман Жүсіпбекұлымыз бен Аружандай қызымыздың бас қосқан керемет тамаша кеші. Сондықтан да бүгінгі жалпы той жасап, осындай барша ағайынды жинап отырған Гүлнәпистей анасына той құтты болсын дейміз ағайын. Құрметті ағайын, бүгін мінекей Ақтүйенің қарды жарылып, Аққошқардың басы кесіліп, айдан сұңқар, тайдан тұлпар жасап жүрген Гүлнәпис әпкеміз барша ағайынды жинап бүгін тамаша той беріп жатыр. Бұл да болса елімізге келін түсті. Бар ағайынды осы құдалармен таныстырайық, араласайық, бір-бірімізбен мінекей жақсы тойда бірге отырайық деген жақсы ниетпен алысқа хат жіберіп, жақынға ат жіберіп, алталашты жимаса да ағайынның алтын басын ақ дастырханына жинап отыр. Сондықтан да бүгін мінекей керемет дастырхан жайып жатқан Иман Жүсіптің анасы Гүлнәпис ханым алдарыңызда бір қошеметтеп той құтты болсын деп қояйық. Бар ма туыстар? Иман Жүсіптің ағайындары, бауырлары, әлімдер бар ма? Бір қошемет той құтты болсын. Және арнайы осы керемет кешіміздің төрінде Иман Жүсіптің нағашылары, Гүлнәпистің туыстары, төркіндері, нағашылары бар ма? Бір қошемет той құтты болсын. Бар ма? Рахмет. Ағайындар, шапалақты ұрастырмақ конкретно ұрыңыздар. Ұрмайсыңдар, ұрмай қойыңыздар бірден. Гүлнәпис үшін бір қошемет шапалақ, маған емес, қошемет шапалақ. Бәрекелді. Бірге. Тамаша, рахмет. Кішкене көңілімізді көтеріп, бүгінгі тойымызды әдемі қылып өткізейік деген жақсы ниет ағайын біздікі. Ал енді ортаға сол жастардың келмей тойдың басталмауы да айдан анық. Олай болса біздің мінекей керемет тойымыздың төрінде осы елге бүгіннен бастап келін атанып, осы шаңыраққа құдай қаласа тастай басып, судай сіңсеңдеп келген Аружандай қыздың төркіндері, жаңа құдалар, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Ал қадірлі ағайын, дәл осындай жақсы көңіл күймен ортаға жастарды қарсы алатын боламыз. Алдарыңызда арна би ансамблімен бірге қошемет шапалақ той құтты Келін келді ағайын, келін келді, бұл әулетке жайдарлы көңіл келді. Ақ батасын береді, ақ сақалдар, ақтасын деп селкеусіз сенімдерді. Ақ келіннің аяғы құт болсыншы, екі жасқа берейік төрімденді. Әнші қыздарың мен боламын, 10 қадаммен шығарған келіндерді. Қоңсыншы деп тілеймін бақ келінге, бақыттың шалқысыншы қақ түрінде. Ортамызға қош келдің бұрымдым менің, бүгін сенің маңызды күнің білемін. Ақ батасын айтады атаң мен енең, осы әулетке болар деп ғұмырлы келін, осы әулетке болар деп ғұмырлы келін. Келін келді ағайын, келін келді ағайын, төгер мекен иеліп, ақ батадан арайын. Ақ тілекке толтырып мына тойдың сарайын, ақ тілекке толтырып мынау тойдың сарайын. Басындағы құт болсын ақ орамалың, бұл бақытты сәттердің бағалан әрін. Бүгін келдің бұл үйге ақ келін болып, айналарсың жаулықты анаға жаным, айналарсың жаулықты анаға жаным. Келін келді ағайын, келін келді ағайын, төгер мекен иеліп, ақ батадан арайын. Ақ тілекке толтырып мына тойдың сарайын, ақ тілекке толтырып мынау тойдың сарайын. Осымен бірге ұлайық, отты жағым Ал қошеметтеріңіз ағайын. екі жас топты жарым жар. Үлкені мен ауылдың жазымында жар.
жас келінді көруге асығуда жар жар. Өйткені мен ауылдың жазымында Той жар құтты болсын. келінді көруге асығуда жар жар. Қошемет құттықтаймыз. Иман Жүсіп, сен маған қарай келсе негізі мына жақта әлі бітпеген жұмыс бар, сондықтан да кел ортаға. Қошемет шапалақ. Қолдау көрсетейік, кел ортаға. Жар жар кеңе берсін жас отауы керегесі жар. Бар ма құттықтайтындар, айқай-шуларыңыз қайда? Туыстар, бауырлар. Бар қазақтың тойы бол, ұлың қанға жар жар. Той бұйырсын қызың бен, ұлың барда жар жар. Бар қазақтың тойы бол, тамаша. ұлың қанға жар жар. Иман Жүсіп үшін келгендер бар ма? Аружан келін үшін келгендер бар ма? Бірге. Құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Иман Жүсіп бір үйленген адам сияқты қол көтеріп қойсай, бар екеніңді көрсетіп өзіңнің. Мінекей құрметті ағайын, үйленіп отау көтеріп, шаңырағын тігіп, бүгін баршаңызға осындай қуаныш сыйлап атқан біріміздің бауырымыз, біріміздің досымыз, біріміздің замандасымыз, біріміздің жиен немереміз, біріміздің бауырымыз болған Иман Жүсіп бүгін өз шаңырағын тікті. Сондықтан да бүгін сізге үлкен рахмет. Бастысы балаларыңыз бақытты болсын. Мінекей арнайы осындай тамаша той жасап жатқан Гүлнәпис келіннің әпкеміздің арнайы түсіп жатқан келіні Аружанның қадамы құтты болсын дейміз. Ал енді қадірлі ағайын, осы дастарханның бет-пердесін ашып түндігін түріп томағасын сыпырып өздеріңізге жақсы көңілін сыйлап, дастарханның бет-пердесін ашып берсін. Мен ортаға Мұхтар нағашымызды шақырайын. Қошемет шапалақ ортаға. Келіңіз бәке. Той құтты болсын. Ал қадірлі ағайын, мынау енді осы керемет жастарға жақсы тілек бата, одан кейін керемет тамаша ақ тілек, яғни дастарханның бет-пердесін ашып берсін. Үйімізге келген әрбір қонаққа дастархан ұсынып, төр ұсынып, яғни есік ашатын еліміз. Мінекей Аллаға шүкір, бүгін Гүлнәпис ханым әдемілеп дастарханды жайды, төрді өздеріңізге ұсынды. Ал енді осы дастарханның бір ауыз алғысын, бір ауыз рұқсатын нағашымыз Мұхтардан тыңдап алайық. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Гүлнәпис саған да келін құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Той тойға ұласа берсін. Тойға бір адамдай ат салсайық. Сол? Дастархан ашық. Дастархан ашық. Рахмет. Ал жеп ішіп отырыңыздар. Құрметті ағайын, бұл кісі келгендегі мақсаты осы тойды бір атаның баласындай бірге өткізейік. Бір жағадан бас шығарып, бір жеңінен қол шығарып, мынау қыз жақ, мынау біз жақ деп бөлініп отырмай, осы тойды бір керемет қылып өткізейік деген жақсы ниет. Сондықтан да баршаңызға орындарыңыз құтты болсын. Алдарыңызда қасымен алып отырыңыздар. Ал мәке, сіздің де шаңырағыңызда той болсын. Рахмет. Той дастарханына жайғасуға болады. Қос жүрек болашаққа ұмтылуда, бақытты биікке бір шығуда. Бүгін міне Иман Жүсіптей бауырымыз үйленіп жатыр. Жандай бір сұлуға, жастардың пейілі майда қоңыр, олар жымиса кетеді жайна бөңір, қосағымен әрдайым қосағарып, тек бақытқа жеткізсін қайран өмір деген ағайын. Шапалақ, шаттық, айқай-шумен жастарға қолдау көрсетіп, той төрде шығарып саламыз ағайын. Бірге! Хорошо с тобой, я подарю кольцо, будь моей женой. Ты моя, я твой, мне хорошо с тобой. Ты сказала да, и скоро будет той. Вы замечательная пара. Ой-ой-ой, будь моей женой. Ой-ой-ой, будь моей женой. Ой-ой-ой, скоро будет той. Ой-ой-ой, я не холостой. Твои глаза манила и в белом платье мило. Танцуешь так красиво, моя половина. Твои глаза. Барынша бүгінгі тойға ат салысып отырыңыздар. Дастархан сіздер үшін жайылды. Дәмнің бәрі сіздер үшін қойылды. Енді барынша бір атаның баласындай, өз үйлеріңізде отырғандай, емін-еркін сезініп бүгінгі тойды әдемі қылып өткізейік ағайын. Сондықтан да адам енді еріккеннен той жасамайды, адам қуанғаннан той жасайды. Бүгін мінекей Гүлнәпис әдемізде бар ағайынды қуанышына шақырды. Ал енді осы қуанышты әдемі қылып өткізу сізбенен біздің еншімізде. Ал енді құрметті қадірлі ханымдар мен мырзалар, біздің біріміз қыз ұзатып, біріміз келін түсіріп, екі ел
кеңес керегесін ұйымдасып оғын шаттанып шаңырағын көтеріп отырмыз. Осы 2 жасқа жақсы тілегіміз айтайық деп келдік. Ал енді тойларыңыз той қаласын, жақсы бір тамаша ән болсын. Осыны бір керемет тамаша той төрінде отырған 2 жастың құрметіне қыз ұзатқан, келін алған ауылға құтты болсын деп келдік. Тойға тілек әні қабыл алыңыздар. Билейм дегендер болса ортаға мархабат, билеңіздер. Той құтты болсын жастар, бақытты болсын ағайын. Ал кет қанекей. Nağaçlar kayda, bavurlar kayda bilgi. Қыздырмадық па билеп өзімізбен өзіміз. Кет қанекей, жақсы бір би болсын шебер. Ал, билеттер бар ма? Биле жібере кет қанекей. Тойдың баста. Әйде, биле, кет қане. Келіңдер міне. Әйде. Күздің жауын алар, жанарым, мені ойландырар сенің қалауың. Сүйемдігі сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Күздің жауын алар, жанарым, мені ойландырар сенің қалауың. Сүйемдігі сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Әлі сүйе алмадым мен. Қалай қылайын, қалай қылайын, мүлдем үндемейсің сен. Қалай ұнайын, қалай қылайын, қалай қылайын, мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын. Жақсы көрем сені, мен де баяғыдай, сұлусың ау жаным, сен де баяғыдай. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Жақсы көрем сені, мен де баяғыдай, сұлусың
жібереміз ба? Кет қане, жіберіп күйгенде күйіп кетсін. Басын билеп сосын табақ жейміз, кет. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талсадай, жолғынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Жігітке күлімдеп, жігіт қызды сүйресін, көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып билесін. Рахмет. Мұның ішінде тоңып отырмасын, бір қызы басын дедім енді. Әдемінен чайғасыңыздар, рахмет, Алла разы болсын, той құтты болсын. Ай, тамаша, енді тер шығып жатыр мет. Іште кетпейді, қазір құдай қаласы тағы билейміз. Ал құрметті ағайын, енді мынау ағайын туған келеді, құда жекжат дос жаран келеді деп арнайы осындай дастархан жайып сіздер үшін керемет тамаша той беріп отырған Гүлнәпис тәтеміздің қазанға салдырып астырған еті дайын. Табақ алдың ас тартамын, сый қонаққа сыбаға бас тартамын деп ортаға сый құрметпенен ет келе жатыр. Дастархан үшін дайындай отырсаңыздар ортаға ет талдырайық ағайын, той құтты болсын. Шіркін Бұлғын десің мен қазақпын, көк байрақтың бар, елім бар, жерім бар. Мен қазақпын, мұң тіреген жүрегімде таныстым мұң тілімен. Жылағанда жүрегім күн торналы, қуанғанда күлкімнен түн түрген. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таптарындай. Қашан қазақ атандым мен азандап, әлі күнге білмейсің ей адамзат. Есіміне береді бала жасың қолпатасты шоқыған кей азамат. Ару жолда мал терде бала белде, уайым төбе теңіз қой бара берме. Жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат төбе боп төгіл қарал елге. Бұл кім десең мен қазақпын, мұң түреген, көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Бұл кім десең мен қазақпын. Ал құрметті ағайын, ас болсын, ішке ел қондырыңыздар, 1-2 минут уақыт, асықпай, абдықпай, ет жеп алыңыздар. Арна би ансамблі, жақсы бір тамаша би тамашалаңыздар. Енді той біздікі болғанмен уақыт Алланікі, уақытқа бағынатын заман, сондықтан біз тойда қарай жалғастырайық. Сіздер ортаға назар салып отырыңыздар, ас тәмнен алып отырыңыздар. Арна би ансамблі.
Барнаби ансамблі. Рахмет, той құтты болсын. Ал, құрметті ағайын, ас дәмді болсын, біз тойды қарай жалғастырайық. Жасы жарым ырыс деген. Ендеше мынау бетеге қатса белге алады, бектер кетсе ел қалады, бастысы берекең кетпесін, берекең кетсен ең қалады деген елміз. Береке бірлігі жарасқан, қуанышы басынан кетпеген бүгін мінеке әлімдер әулетінде той. Ал енді осы шаңыраққа келіп бір екі ауыз тілек айтайын деп отырған ақылшым айналайын ағаларым, өздеріңді жоғары бағаладым, жеңгейлер балтамызған таңдайыма, сағынсам іздеп барар паналарым дейді. Ағасыз болмайды, тон жағасыз болмайды, ел ағасыз болса мәні, тон жағасыз болса сәні болмайды деген. Ал енді тойымыздың төрінде арнайы Иман Жүсіптің ағалары мен жеңгелері, әпкелері мен жезделері келіп отыр. Алғы сөзді ағайындардан бастайық. Ендеше той төрінде отырған барша Иман Жүсіптің ағалары мен жеңгелерінен, әпке жезделерінен, іні қарындастарынан, күйеу балдарынан, қысқасын айтқанда осы әулеттің барша туыстарын шақырайық. Әлімдер әулеті келіп бір тамаша тілек айтса, нұр үстіне нұр болар еді. Ортаға туысқандар қайда? Ал билеп келеміз кетқан екен. Той берекелі болсын. Кекілі келте бұзбала шашым айда, іздемеген жігітке қыздар қайда. Қоймаға өз күліп көз құралай қаз, кездесір ме көзіңмен осындайда. Ал мінеке құрметті ғайын, қой асығы демеңдер, қолыңа жақса сақа қой, жасы кіші демеңдер, ақылы асса аға қой деген елміз. Мінеке Аллаға шүкір, бірі Иман Жүсіптің әпкесі, бірі ағасы, бауыры. Осындай тойымыздың төрінде енді сұлтан сүйегін қорламайды деген жақсы сөз бар ғой құрметті ғайын. Ендеше осы ағайындардан бір тамаша тілек тыңдайық. Уышың, ұруыңмен бірге деген. Ал енді Иман Жүсіптің туыстары, бауырлары кім, жасы үлкен кімнен бастаймыз? Келіңіздер. Окей. Ассалаумағалейкум, міне кеш жарық жиналған қонақтар. Не дейміз? Алыс жақыннан келген қонақтар. Құдалары құтты болсын сіздерге де. Не дейміз? Әлімдер әулетіне бүгін үлкен қуанышымызға келіп отырған екенсіздер. Барлығыңызға рахметімізді айтамыз қуанышымызға. Әлімдер әулетіне не дейміз? Барлықтарыңыз үйінде той болсын да құттықтаймыз. Қош келдіңіздер құрметті қонақтар. Бүгінгі той барлықтарыңызға құтты болсын. Мына менің бауырым Иман Жүсіп, бүгінгі отау тіккен күнің құтты болсын. Көтерген шаңырағың әрдайым биік болсын. Керегесі кем болсын. Әлемдегі бар жақсылықты саған тілеймін бауырым. Бақытты бол. Кеш жарық, құрметті қонақтар, құдағайлар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Гүлнәпис тәте, Иман Жүсіп нағашым, құстарың құтты болсын, бақытты болыңдар. Әрдайым тойға ұласа берсін. Әрбір атқан таңдарың арайлана атып, нұрлана бата берсін. Жақсылыққа келейік, тойға келейік. Отбасымыздың атынан сыйлығымыз бар, табыс етіңіздер. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгінгі тойға жиналған қауым, тенше тойларыңыз құтты болсын. Иман Жүсіп Аружан, көтерген шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын. Әрбір қуанышты күндерің, сәттерің тек күлкіге толы болсын. Тойларың құтты болсын. Жылып тұрат, ей ағайын сана болса сыйласайық, ала болса арамыз суытынат. Байлықпенен дүние құнық тұрат, байқамасаң одан көп бүлік шығар. Қу тірлікке құмартып құл боп кетсең, бірге туған бауыр деп ұмыттырат. Туысқандар, алыс кетіп барады суытпаңдар. Туысқандар, жақын жүріп жақынды ұмытпаңдар. Туысқандар, жылтыраған
сіздер жайғаса беріңіздер. Нұрсұлтан ғой сенің есім. Сен қалғаны жайғаса беріңіздер. Ал құрметті ағайын, мынау бүгін арнайы, жаңа айттым ғой, Өзбекстаннан арнайы осы Иман Жүсіповшін келіп осы тойға қатысып отыр. Яғни Иман Жүсіповтің ағасы Нұрсұлтанға бір қошемет шапалақ қолдау көрсетіп жіберейік ағайын. Той құтты болсын деп. Және той беріп баршамызды қонақ етіп сізбенен біздің алтын басымызды ағзасырғанға жинап отырған Иман Жүсіптің анасы Гүлнәпис ханым танитындар бар ма? Бірге! Қошемет! Бірге! Шапалақ! Рахмет. Молодец. Мына стол кім негізі? Класстастарым. Ей, бәрекелді, сіздің класстастарыңыз ба? Айналайындар, бар болыңдар. Сендерден басқа ешкім айқайлап отқан жоқ. Молодец, красавица. Бәрекелді, рахмет. Класстас деген бар ғой, туыстан жақын болып кетейін деп. Мына кісі келем. Ей, бәрекелді, класстастарым. Молодец. Анау күнгі 30 жылдық. Ей, жаным айналайын. Тамда. Бәрекелді, рахмет. Ана кісілер енді майда ішінде осы сөйлейтін қыздар шығар. Анау отырған кісілер бұрышта отырғандар. Коллектив. О, коллектив кімдікі? Иман Жүсіптікі ме? Бәсе сіз танымайтын адамдар сияқты оншамынша. Одан кейін анау столдардың бәрі құдалар, шамасын байқап отырмын. Мына столдар кім? Жиен аралас. Жиен ел болмайды деген сол. Дұрыс айқайламай жатыр. Мына кісілер де жиендер ғой, Мыналар жиендер ма? Бәрекелді. Ей, жиендер болсаңыздар бір қошемет қолдау соғып, мына класстастардың құрметіне жасаймайсыздар ма сіздер? Сіздің туыстарыңыз қай жақта? Бауырларыңыз қай жақта? Бауырларыңыз. Ана бірінші столда. Давай, енді қайта үйлендіре беретін Гүлнәпистің бір 30 ұлы жоқ, құрметті ағайын. Нешеу негізі? Алланың берген неше баласы? Екеу, бір ұл бір қыз. Міне, Иман Жүсіпті бүгін үйлендіріп келін түсіріп жатыр ағайын. Баяғы бауыржан атамыз айтты ғой, ей бала, үйленуіңнің алды арты осы болсын деп. Яғни бірақ үйлен деген сөз ғой. Сондықтан да бүгін үйлендіріп үй қылып жатсыз балаңызды. Сондықтан қайта Гүлнәпистің бір баласы үйленіп деп келе бермейміз. Бүгін Иман Жүсіп ұл үйленіп жатыр. Сондықтан Гүлекеңе бір қолдау керек. Сіздерде мынау енді той істейтін адам болғаннан кейін міндетті түрде любой адамда қорқыныш болады, уайым болады. Мысалы, Гүлнәпис ханымның осы уақытқа дейін көз майын тауысып, кімді шақырсам, кімді отырғызсам, кімді қай жерге апарсам деп түнімен уайымдағанын білеміз. Енді мына тойға келгеннен кейін, тойға келгенше той есе алады, тойға келгеннен кейін қонақ үй алады деген бір қазақта сөз бар ғой. Сондықтан да сіздерде бәрі жақсы ма? Тамақ қойылды ма? Анау мынау құйылды ма? Жейтін нәрсе бар ма? Орындарыңыз әдемі ма? Ендеше от души мына кісінің бір тойын әдемі өткізу керек қойғайын. Яғни біздің Гүлнәпис ханым үшін қошемет жасайтындар бар ма? Бірге айқайлап. Құдалар! Класстастар! Жаным айналайын жетсеңіздер! Ай, молодец, жиендер! Молодец. Ана екеуі не істеп жатыр екен, не істеп жатсыңдар екеуі? Елдің бәрі қол ұрып айқайлап жатыр екеуің. Рашид жасап жатсыңдар ма, бірдеме қылып жатсыңдар ма деңіз? Былай, құдағи танисыз ба, құданы танисыз ба? Сен Нұрсұлтан құданы танисың ба, былай көрдің ба? Танисың ғой. Бізге сол құда мен құдағи керек. Енді мына адам болмайды ағайын. Мынау қыз жақ, мынау біз жақ, мына құдаларымыз деп отырған болмайды. Bir құдалармен араласайық, танысайық, қай елден қыз алып жатырмыз, кімге қыз беріп жатырмыз, көрейік. Ортаға құда мен құдағиды алдырайық. Жаңа құда мен құдағи. Кет қалып келеміз бар. Билеп. Кет қале. Қара шашың, қара түн. Құдағи қайда? Жаным менің тағатым. Ал, құда шықты. Қошемет. Дейсің, мұзды жанып шыққан аппақ гүлдейсің. Ай қою қара шашың, қара түн. Таусылардай жаным менің тағатым. Мінекей құрметті құдамыз келді, қадірлі ағайын. Ал, құдағиға бір қошемет жасайтындар бар ма? Рахмет. Екеуің ұрсып қалған жоқсыңдар ма тойдан алып?
Екеуіңіз келіспей қан жоқсыздар ма деймін? Що, нормально ма? Бірін-біріңе қарамай иықтарыңды екі жақ қарап алып кетіп барасыздар ғой кәдімгідей. Былай қарашы, бір әдемілеп қос құдағи шықты деген кезде бір айқайлап, шулап, бір көңілін көтеріп құдағидың қыз беріп отқан адам кәдімгідей уайымдайды ағайын. Мынау қандай жер, кіммен құда болдық деп. Құдағимен бір қошемет, қос құда, бимен қарсы аламыз құдағиларды. Жібер маэстро, кет қане, құдалар, би! Нұрсұлтан! Билесей! Мәне! Жігіт қыздар жиналып күнде думан ойынмен сау. Ай, молодец. Мына ек құда мәртеген екеу. Бір қадым алдыға баспады ғой. Керек па өздері кесініп тұрды. Ай, молодец. Құда, есіміңіз? Досымбек деген ау, Қосымбек. Құданың есімі Қосымбек деген құдамыз бар ағайын, бір қошемет шапала қолда өзіп қояқ. Аружандай қызды өсірген адам. Құда. Және анасы Камшат құдағиға бір қошемет. Мынау қазақта жылқы баласы кісінескенше, адамның баласы танысқанша деген сөз бар ғой. Аллаға шүкір, енді кешеден бері құдалық өткізіп, бір-біріңізбен қоян қолтық араласып, біріміз қыз беріп, біріміз келін түсіріп, қуанышқа бөленіп жатырмыз. Бұл да болса осы екі құлыншақтарыңыздың арқасы жиналып жатқандарыңыз. Енді арнайы атпасын деп құдағи, мен жаңа естіп жатырмын, сонау ауылдан, туған жерден ыстық сәлем алып, қыздарыңызды алып осы жерге келіп отырсыздар. Яғни құда мен құдағи сонау Өзбекстаннан ат терлетіп келіп отыр. Сондықтан да 3000 километрді басып келген құдаларға бір қошемет. Салам халқым, салам Өзбекстаным. Бірге. Өзбек, түркмен, қазақ, қора қалпағым. Шу ватанны бізге мерос қалдырған. Салам менің ей ұлық бабаларым. Бірге. Салам халқым, салам Өзбекстаным. Құда, көрдіңіз ба? Мынаның бәр ауыл сағынғандар. Өзбекстан туралы өлең қойсаң орнынан тұрып кете береді кәдімгі. Сіздер үйреніп қаласыздар ғой, ауылда келген адам ол білінбейді. Біздер кәдімгідей сағынып жүрміз ауылды. Әрбір тасы қымбат біз үшін, солай емес па? Ауылдың әрбір шаңы қымбат біз үшін. Сондықтан да қош келдіңіздер, құда. Қадамдарыңыз оң болсын. Сіздерге де бүгінгі той ортақ, әдемі әлпештеп аялап өсірген, шашасына шаң жұқтырмай, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген Аружандай қыздарыңызды бүгін бір әулетке келін етіп беріп жатсыздар. Аружан үйдің үлкені, екіншісі. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал қадамы құтты болсын, келіп түскен жерінде бақытты болсын. Мынау қазақта айтады ғой, құрметті ағайын, бала ортақ жатсын құда құрметтеп, құдалық сый, қолды өзінше бір мектеп. Қарсы аламын төбеге тік көтеріп, құда жекжат, жатса егер іздеп кеп. Екі бала баршамызды сыйлеткін, күйеу демен өз ұлым деп жүрмекпін. Қызыңдай көр, құдаға айтар қолқа сол, ал құдағи білмей жатса үйреткін. Құлақ қағыс айттым құда назым жай, күйгернесін құрманғазы сазындай. Екі бала ортақ бізге, сондықтан 1000 жылдыққа жүрсін құшақ жазылмай деп. Мынау біз жақ, мынау қыз жақ деп отырмай, екі елді бір құда қылайық деген жақсы ниетпен ортаға шақырдық. Мінекей Аллаға шүкір, Қосымбектей ағамыз бар. Бір әулеттің құдай қаласа құдасы болайын деп келіп отыр. Және мынау арнайы Нұрсұлтандай азамат бұл жігітте Өзбекстаннан келіп отыр. Екі Өзбекстаннан келген құданы бір-бірімен төс қағысып, Теміртауда құда қыл жіберейік ағайын. Ал қошемет, төс қағысып бересіз ба құдалар? Бәрекелді міне. Иман Жүсіптің ағасы Нұрсұлтанға қошемет. Және Аружанның әкесі Қосымбек құдаға бір қошемет. Ай, тамаша. Ал құдағи, Камшат құдағи, келіңіз. Енді мынау бұрын кеп тұрсыздар ғой, Теміртауға бұрын келгенсіз ғой. Келіп жүрсіз ғой. Бәрекелді, рахмет. Сіз Қарағандының суығын көргенсіз ба, қысын көргенсіз ба? Сіз февральда көріп көріңіз, қызық болады біздерде. Февральдың кезінде қызық болады көкес. Ал мінекей Аллаға шүкір, енді қызыңыз келіп жатыр, ізінен өздеріңіз де келе беріңіздер. Көш. Ал мінекей біздің құдағилар, енді құдалардың сөз қағысқанын көрдік. Аллаға шүкір, бұл кісілер бүгіннен бастап кім болды? Молодец. Неше жылға?
мың жылға, биыл 2025, енді 3025 жыл, енді ол кезде ешкім болмайды, мен болуым мүмкін. Мен айтам, баяғыда 200 адам жинап алып, Теміртау деген жерде құда болған деп. Құдалықтары құтты болсын. Ал енді мынау біздің қазақта мынандай сөз бар, құрметті ағайын. Ішіме сыйған қыз, сыртыма да сияды дейді. Құдай ондайдан сақтасын. Құдай қаласа келсеңіз тойға, жақсылыққа, қуанышқа сүйіншілеп келіп тұрыңыз. Мынау қызым менің қырдағы құралайсың, ұлым менің мұрагер мұрадайсың. Естисің бе, есі жоқ. Ей, дүние, неге менен сүйінші сұрамайсың дейді. Құдай қаласа бір-бірлеріңізге сүйінші деген жақсы хабарларды айтып тұрыңыздар. Баяғы келін түсірген енесі келінді қасына шақырып алып айтты ғой ертеңіне. Той өткен, қонақтардың бәрін жіберген, сосын келінге айтып жатыр дейді, айналайын келін, астарлап қана. Сенің де жақсы көретін адамың осы үйде, менің де ұнататын адамым осы үйде. Екеуміз бір адам жақсы көреміз. Енді екеуміз ешқашан ұрыспайықшы. Екеуміз ұрыссақ, арамыздағы жақсы көретін адамымыз қиналады ғой деген екен. Бір жағында анасы, бір жағында келіншегі, ортасында Иман Жүсіптің миы ашымасын десеңіздер, анау кісімен тату тәтті тұрыңыз. Құдай қаласа екеуіңіз бір үйдің шаңырақтың тізгінін ұстайтын өздеріңіздер. Сондықтан да мынау құдағиыңыз сізге осындай жақсы қыз тәрбиелеп берді. Бауырыңызға басып, құдағиым келді бір құшақтап қойсаң. Ал құтты болсын. Жанып тұрған жұлдызың құлпырған. Құдаларға құтты болсын. Қатар туған елігім келіп Рахмет. Ал құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, баянды болсын, той құтты болсын. Аға қанша уақыт болды негізі Аружанның кеткеніне? Неше күн? 3-4 күн болды ма? 20 күні кетіп пет. Содан бері мінекей Аллаға шүкір, жоқ дегенде бір 6 күн, 7 күндей уақыт болыпты. Басқаша мекен негіз қыз кетіп қалған. Жаман, я? Көңілге батады. Үйде еркелеп жүрген қызың бір әулеттің келіні. Шақырайыншы мен қасына. Келе ғой. Ал қошемет шапса қолдай көрсетіп тұрамыз. Алақанымнан ұшқан аққуым, Бірге. барасың ұзап шалғайға, қанатын қалқам талмай ма, жаныңа медет болғайда, қанатын қалқам талмай ма. Құшақтап құттықтап қоюға болады, негізі құтты болсын. Жазылған тағдыр маңдайға. Ал ағайын бірге. Ал құдеке, бастысы өзіңіз тәрбиелеп өсірген құралайыңыз бүгін бір әулеттің келіні. Аллаға шүкір осындай әдемі ақ көйлек киіп, ақ жаулық тағып, аналар салған, әжелер салған даңғыл жолмен жүрсек деп Иман Жүсіпбей азаматтың етегінен ұстады. Ал енді осы әулетке бүгіннен бастап құдасыз, бүгіннен бастап туыссыз, бүгіннен бастап бауырсыз. Енді келген қызыңызға бір ауыз жақсы тілегіңізді айтсын деп мен ортаға шақырдым. Айтарыңыз болса, тілегіңіз болса, және қызыңызға деген өсиетіңіз болса, өзіңізден тыңдайық. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі кеш қонақтары, бүгінгі кештің себепшісі міне балдарымыз күйеу балам Иман Жүсіп пен қызым Аружанның кеш екен. Алдарым бақытты болсын, дендері сау болсын, әрқашан көтерген отауларының шаңырағы биік, керегесі кең, босағасы берік болсын, өмірде бақытты болсын, аңсаған армандарына жете берсін. Рахмет. Ал құдағидан бір ауыз тілек. Жақсы қыз тәрбиелеп, осы әулетке жақсы келін берген мінекей құдағиымыздың бір ауыз алғысы. Кеш жарық құрметті қонақтар, бүгін кештің себепшісі екі балда Иман Жүсіп пен Аружан шаңырақ көтерген кеші. Шаңырақтарың биік, керегелерің кең, босағарың берік болсын, бақытты болыңдар. Барлық жақсылықтарды тілеп қаламын балдарыма. Рахмет. Ал келсеңіздер жақсылыққа, қуанышқа, тойға келіп тұрыңыздар. Енді әдемілеп бір естелікке суретке түсіп алайық. Содан кейін Құдай қаласа жастарды өз орнына жібереміз. Әдемі тұра қалайық. Ой қиялым сенде, сағынамын күнде, жаным күнде. Мына жерден түсірсей. Жаным күнде. Және арнайы сыйлықтарымыз бар деп жатыр. Ендеше осы керемет әдемі анасының баласына деген естелігі, яғни қызымызға деп арнайы алып келген анасының алтын алқасы бар ағайын қызына. Қошемет құтты болсын. Он күн толғайды,
жолдайды. Алты қат аспан астында анамдай адал болмайды. Анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жаны апам, мақтадам абғалақам. Ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анаңдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Қошемет. Және Иман Жүсіпте бүгіннен бастап біздің ұлымыз ғой деп бөліп жармайық деп Иман Жүсіптің қолына алтын печатка. Қошемет. Ал, рахмет. Көрсетсе тұқпа оны. Оны көрсет. Мамам бергенде байқалап қойын. Қараймыз. 1, 2, 3 әдем фотоға түсіп аламыз. Ой, керемет. Ал, құдалар шығарсылайық билет. Рахмет құдалар. Той дастарханына жайғасуға болады. Құдағымызға және құдағиымызға. Көрдіңіздер ма құдаларды? Танып алдыңыздар ма? Құдағиды сүріп биге шығара беруге болады енді Құдай қаласа. Таныстық, араластық, енді жатырқамай, жабырқамай бәріміз бір тойда әдемі қылып өткізейік. Құда мен құдағиға, жастарға рахмет. Той төріне билеп кетті. Жайғасамыз. Қолдарыңнан мен бір кесейшейін тағы да. Қасымда сен менің күліп жүре берші жүрегіме жаным сүйіп жүре берші сен менің жарығым-ай сүйіп қалдым кинодағы ханшайымдай жарығым-ай ай индирамай өзіңмен бірге. Тамаша, рахмет. Ал енді құрметті ағайын былай қылайық. Гүлнәпис ханым маған қарай келесіз ба? Гүлнәпис әде. Мынау енді бұл кісінің осы тойға деп қанша күннен бері көз майын тауысқанын білесіздер. Енді мынандай керемет тамаша сыйлық алып қойыпты. Мына жерде жетеді енді сыйлық деген неше түрі бар енді. Сондықтан да маған мына жерден қыздар керек, жігіттер керек, жақсы ойынға қатысатын. Жастар, үлкендер айырмашылығы жоқ. Жасы 50-ден аспаған болса болды. Шыға беруге болады. Кім бар? Шақырыңыз. Ойын. Билемейміз, оңай ғана. Тарс, бірден берем. Кім бар? Қыздар, жігіттер аралас. Разница жоқ, келе береміз. Кім бар? Қыздардан, жігіттерден. Класстастардан басайықшы бірінші. Туыстардан. Молодец, міне. Дәурен деген шықты, жел. Молодец, кім? Достары. Кел. Кім? Туысқандар. Молодец, нағаш жиендер. Мамаң екен ұжығандар ма? Кім бар? Ясын айтам. Әжесіз. Бұлай қылайық. Қыздар бар ма? 3 жігіт шықты нормально. О, міне 4-ші жігіт келе жатыр. Кім боласыз? Коллектив, молодец. Қыздар. Біреу. Енді қыздар керек. 2. Бар ма? Қыздар, класстастар. Жалмаңдаған қыздар қайда өткендегі 78-дің қыздарын. Бәрекелді, міне. Молодец. Қалыңыз қалай? Қыздар бар ма? Жастардан бар ма? Жастардан бар ма? Мына қыздарда кімдер? Подружкалар керек қой как раз. Кеп біреуін кел. Болды, жетеді осылар. Ау, оңай ғана. Ең оңай ойын бірінші шыққан адамдар қатырып кетеді. Жақсы сыйлық бар. Бұлай қыламыз. Қазіргі заманның ең қасірет дерті ол телефон. Жасқа да, кәріге де, басқаға да, бәріне телефон. Бірақ телефонның кейде пайдасы тиіп қалатын жері болады. Телефондарың бар ғой бәрін. Тайлы тұяғымыз қалмай телефон ұстаймыз. Молодец, дәуренде бар. Әкпе телефонда. Телефонды ал. Телефон аламыз, иә? Телефон қайда қыз? Міне ала ғой телефонды. Телефонды аламыз. Ай, молодец. Ана кабылық мешайтеден бізде шешіп тастауға болады. Күйгеніне күйіп кетсін. Оңай ғана суретке түсеміз. Суретке түсуден жарысамыз. Кел. Селфи деген ойынның шарты. Тағы бір қыз бар. Кел. Кім ойнайды?
шықсын деп кел. Так, телефон қос. Камераны өзіңе қаратып ал. Камераны өзіңе қаратып ал. Бұлай құрметті ағайын. Мен қазір мына кісілерге айтам. Ат бел. Мен мына кісілерге қандай кісіні айтам, барып тауып суретке түсіріп келесіңдер. Селфи деген ойын, осы суреттің бәрін кешке жинап, Иман Жүсіптің, Аружанның Инстаграм белгілер сап қоямыз. Мына фотоны түскен кезде обязательно екеуі бірге түсу керек. Сол адаммен. Ойынның шартында. Егер мен айтқан адаммен. Егер бірге түсе алмай қалсаңыздар, онда ойыннан шығасыздар. Кім артында қалып қояды, сол ойыннан шығады. Кім бірінші жүгіріп барып келеді, сразу қала береді. Сол үшін жанды саламыз, жүгіріп барып жүгіріп келеміз. Әдемілеп түсеміз, сосын фотоның качествосына қараймыз. Бет алды барып үш түсіріп келмеңдер. Тез барып бірінші адам ол молодец, ана каблукты байқа, құлап қалма. 1, 2, 3 жүгіріп барып басында орамал тартқан әже. Әжелер қайда? Жүгір. Әже. Жүгір. Қалдың. Жүгір. Молодец. Айттым ғой, каблукты шеш деп. Ойбай, сізден де басқа адам бар екен аяқта, жүгіре алмайтын. Кел қарындасым, жаным айналайын. Не болды кәні, көрейік. Сен качествоң күшті болса, аяқта жаман качество болса шығарып жібереміз. Міне әже, молодец. Міне әже. Әже деп ауыз солтыруға бола ма? Болады. Немере сүйіп отырған әже арасымен де. Так, екінші. Қане. Молодец, әже. Бар. Әже. Әже емес па? Әже ма? Біреудің жап-жас келіншегін әже деп ақ қойыңыз. Немере бар ма? Әже емес па? Біреудің жап-жас келіншегін әже деп суретке түсіріп кетіп. Позор, кәні? Міне әже, молодец. Неге түспей қалған? Мына кісі в общем түсірмеген. Репетиция дайындық. Так, әже бар, молодец. Міне әже. Дейін десек, бұл да жаңа келіншек қой. Әже, міне әже, молодец. Енді ең соңында келген қарындасым, сенімен қоштасамыз. Бірақ енді біреудің жап-жас келіншегін әже деп позор қылмаңдар. Бұдан кейін әдемілеп түсіріңдер бар. Ана жақта әжелер бар, ақ жаулық тартқан әжелер бар. Сондықтан да бірінші қарындасымыз қоштасамыз. Сізге рахмет. Мінеке, шыға қоямыз. Сіз енді келесіде әдемілеп түсіріңіз. Бір жолға кешірейін. Дам түсірмей күйген ғой барып. Бұл кісі енді телефонды қатты қолданамайды, жастар сияқты. Бірақ әйтеуір тырысып жатыр. Аяқта каблук шешіп тастап жүресіз ғой. Екінші, жүгіріп барып басында тақиясы бар ата. Ей, таппайсыңдар, жоқ, ей. Тақиясы бар ата жоқ. Бар ма бір тақия келген адам бар ма? Бүкіл қазақтың ішінде бір қазақтың тақиясы жоқ па? Апа, ол шәпкі ғой ол. Ой, апа. Анақсы, ей, тәте қой. Ол шәпкі ғой, тақия емес қой. Қазақтың тақиясын киіп жүрген бір адам бар ма? Жоқ, көрдіңіздер ма? Өзбектің тойына барсаң, кілең әл-әдепті киіп алғандарды көресің. Қырғыздың тойына барсаң, кілең айыр қалпақ көресің. Қайда міне, бір қазақ киіп келген шығар дедім да. Бір қазақтың басында тақия жоқ. Давай, көзінде очки бар адам. Тез. Бол. Көзінде очки бар адам. Қалдың. Бол. Рахмет. Келіңіз. Ой, тәтем ау. Қаны. Мына кісінің күйеуі кім еді? Қайда көге? Бір суретке үйретсіңдерші маған. Барат пустой қайтып келеді. Еше 1 сағат тұрады ғой бүйтіп қасында. Барат пустой қайтып келеді. Екінші сурет жоқ уже, пустой келіп жатыр. Рахмет, қол соқпай ағай. Қошеметте қолдау көрсетіп қойыңыздар. Құдай тәтем ау, заманнан кеш қайтып кеткен. Молодец, қыздар, қап қоймаймыз. Енді 1, 2, 3 жүгіріп барып тез. Құдағимен фото. Құдағи. Танып алдыңдар ма, жаңа көрдіңдер ма құдағи кім екен? Біреу таныса болды, қалғанның бәрі барады. Бол, қайт.
Жүгір! Ей, молодец, сен красавчик, маған да бір келтеге батсын. Бол, қалдың. Болды, класстастар. Асықпайдан ақ. Құдағимен сұрасып жатыр, ұруың не, кімсің, қаяқтан келдің? Қана? Ең кәсібіне құдағи, әдемі құдағи, қол соқ қойға болады. Міне, өте тамаша. Фото әдемі. Егер мына жерде біреудің фотосы жаман болса, қуып шығам. Давай. Тақия болды әне. Міне әдемі құдағи. Вау, мына фото потолок. Құдағидың деген, ана күлкісінің арасында жаңа экран қарады. Керемет енді шалқайып тұрып күліп жатыр. Әдемі түсірсін. Бар. Ужас көрсетейін ба, ужас. Мынандай сүркеп құдағиды. Тым жақсы құдағидың бітші шығар сүркеп. Бірақ сен ең бірінші келдің, сондықтан сен қаласың. Және кіммен қоштасамыз? Класстастар қайда? Енді асықпасы әдем фотоға қарап отырасыз барып. Так, тез 1, 2, 3 жүгіріп барып кішкентай нәрестемен фото. Кішкентай баламен фото. Ай, бұл асықпайды. Ей, ол біреудің тұрмысқа шығайын деп жүрген қызым, не бар? Ей, үлкен ғой, нәресте емес қой. Балам, міне, кішкентай, міне, қане, міне, молодец, кішкентай. Мына жерде не бір фотолар бар, құдай сақтасын. Ке, қайда жаңа жігіт, қайда? Бәрекелді, ке, рахмет. Ендіге де қарап жүресіз, рахмет. Коллектив, қол соқ қошаметтеп шығарып салайық. Тез 1, 2, 3, 4 тез жүгіріп барамызда, үстінде жасыл киім бар адам. Жасыл киімі бар адам. Жасыл киімі бар адам, ерекше жалғыз өзі. Жасыл киімді адам. Класстастар қалдыңдар тағы да. Молодец. Сонша жерге барып киім, мінерде отыр ғой біреу. Қаны киім. Мына адам жасыл киім киіп алды десе сенесіздер ма? Мына қара. Мына адам жасыл киім киіп алды десе сенесіздер ма? Тек шал бетін сүркөпті ғой. Өңкей бет қып. Қане, екінші. Міне. Қой, мынау жасыл ма? Қара ғой долайна онау. Жарайды, қара жасыл. Мынау пысық екен. Бір кісінің үстіндегі киімін шештіріп тастап, ішіндегісін сүркіпті. Қалса қойық қошеметтер, молодец. Әдемі, міне жасыл. Бәрекелді, міне красавчик. Әдемі фотоға түсіріп, жасыл киім. Керемет тамаша. Кімет соңында келген? Класстастар. Сау болыңыздар. Қошемет шапалақ мынау сізге. Рахмет. Сен қыз молодец, сен қалып қоймаған 3 жігіттің арасынан. 1, 2, 3 Гүлнәпис деген әдемі сурет. Қайда? Гүлнәпис әде жоқ. Далада. Тез. Бол. Досым, абрикосым, сен қап қойдың бағаны. Нең бар о жақта арқада жүр. Қолсаға қошеметтейік достарға. Шабалақ. Пока сау бол. Так, екі қыз бір ұл қалды. Кел ортаға. Мына екеуін ұстап тұрам, сен жүгіріп бар, жастармен суретке түсіп. Жастармен фото! Бол! Молодец. Там ұят жоқ екен екеуіңде. Бір қыз ғой деп екеуін көтеріп барып суретке түсіріп қайтар көтеріп кезеңдер болады ғой мына қызды. Кел жаным айналайын алтыным сол. Сен кім жағынан шықтың негізі? Кім жағынансың? Аружанның подружкалары ма? Туысқандар ма? Жаным, әке, көрейік те фотоны. Молодец. Осы фотоны кешке инстаграмға сап қой. Астына бүйтіп жасасын. Тойда 2 жігіт бар екен, ұятсыз дейсің, міне екеуінің белгілеп қоясың. Мен шығарып жіберді деп. Ал, қошеметте қолда көрсетіп қой, қарындасым келе ғой. Мынау саған, бүгінгі тойдан. Давай, жекпе-жек айтыс. Екеуміз. Кім боласың? Қай жағынан? Нағашы жиен ғой. Кімнің? Гүлнәпистің нағашысы. Сен? Жиені. Молодец, нағашы мен жиен, жекпе-жек. Екеуі нағашы жиен ба?
Сен нағашың ба? Аяма, давай. Жекпе-жек. Айтсамыз. Машинаның маркаларын айтудан жарысамыз. Кет. 1, 2, 3. Мерседес, Форд, Ауди, БМВ, Hyundai. Акцент. Ей! Hyundai десе акцент дей салған бірден. Екеу бір марка, давай кеттік. Запорож. Porsche. Не бар еді? Volkswagen. Жигули, о? Не. Бір. Тико. Лада. Өзбекстанға жатып алдым ау. Дамас. Трактор. Ей, трактор болмайды, ауыр техника. Легковушка. КамАЗ. КамАЗ болмайды. Бір. Екі, Nissan, молодец. Кобальт. Hyundai Elantra. Молодец. Равон. Қытай десе Қытай болып қой. Чанган. Читур, молодец. Жак. Бір. Екі. Мерседес. Мерседес айтылып еді бағана негізі, айтылып еді. Рахмет, қошеметті қолда көрсетіп қояйық. Әулеттің нағашысы, яғни қошемет қолда көрсетейік. Бүгінгі күннің екінші орын иегері. Бауырым кел саған мына бүгінгі тойдан кішігірім сый сияпат және той құтты болсын. Мынау саған. Сақалыңды күзеп жүресің керек болады. Той құтты болсын. Дәуреге қошемет жамалақ, чемпион. Бәрекелді. Ал құрметті ағайын, енді ортаға барша жаңа құдаларды шақырайық. Жаңа құдалармен ортаға билеп келетін ағайын болса, әдемілеп құдаларды билететін туыстар болса, жақсылап күтіп болайық. Ортаға барша жаңа құдалар, келіңдер ортаға. Жаңа құдалар қайда? Ортаға. Аружандай қыздың шашпауын көтеріп келген барша жаңа құдалар. Аружанның нағашысы бар, туысы бар, бауыры бар. Қысқасын айтқанда, омырауында орден таққан барша жаңа құдалар. Ортаға билеп келеміз кеткені. Ал құдалармен билейтіндер бар ма? Би! Сезім деген сөзге мен бақытты бола алмаспын, бірге болсам өзгемен. Бақытты ғой сол адамдар шіркін еткен бақытты. Ақмарал күнде сені жүрген көріп көзбенен. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады байланып ұялғандай өзіңе. Жоғаласың көптеге, келіп кеттің әптеге. Сағынышым қайдасың қасыма келер келер. Құшақ жайып қарсы алар арманымсың аңсаған. Өзің арнап сүйетін мәссен әуенен шалам. Ал қыз берген құдалар, Аружандай ару қыздың шашпауын көтеріп келген біздің Қосымбектей құдамыздың, Кәмшаттай құдағиымыздың қуанышын бөлісейік деп келген ағайын туыстары. Ал енді бір ауыз жақсы тілек тыңдайық деп ортаға шақырдық. Өздеріңізден жақсы сөз, жақсы тілек. Кімнен бастаймыз, кімнің жасы үлкен? Кім бастайды? Аға, келіңіз. Шетке тұра берейін. Ассалаумағалейкум, қадірлі кеш қонақтар. Міне бүгін біздің балдарымыздың бас қосқан тойына жиналып қалған екенсіздер. Барлығыңызға той құтты болсын деймін. Біз құтты болсын, Құда құтты болсын. Барлық осы кісілердің үйлерінде осындай той болсын, әрқашан той деп жүрейік. Жастарымыз бақытты болсын, әрқашан сіздерге аманшылық, аңсаған армандарыңа жетіп, жақсы ниеттердің бәрін қабыл болсын дейміз. Кеш жарық тойға жиналған қауым, ассалаумағалейкум. Гүлнапес, Нұрсұлтан, мына бүгінгі кештің себепшісі мына Аружан қызымызбенен Иман Жүсіптің шаңырақ көтерген кеші. Балдарымыз бақытты болсын,
дендері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Осы сіздерге қызмет қылсын, ел сүйетін, халық сүйетін, ұл мен қыз болып жүре берсін. Осы той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Екі жақтың ауызбіршілігін берсін. Ортаға салған мына алтын көпірлерің ешқашан шайқалмасын. Балдарымыз бақытты болсын, той тойға ұласа берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті осы кешке жиналған қонақтар. Міне бүгін Қожабаевтар әулетіне тойларыңыз құтты болсын деймін. Мына екі жас қызымыз Аружан мен Иман Жүсіпте жиеніміз болып келеді, екі жағы да бірдей. Бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, әрқашан осы үлгілі семьялардың бірі болыңдар. Мына Сағатбек інім айтып жатыр ғой, сендер жақсы болсаңдар, мына екі кісі жақсы деп. Үлгілі семья болып, халқына қалаулы, жақсы семьялардың бірі болыңдар. Осы кеп қуанышты бөлісіп жатқан барлығыңызға рахмет. Сіздердің үйлеріңізде осындай жақсы той мерекелер болсын. Тек жақсы күндерде осындай жақсы тойларда кездесіп отыра берейік. Құтты болсын. Кеш жарық бүгін жиналған қауым. Бүгін міне бауырым Аружан мен Иман Жүсіптің бақыт кеші. Бақыт кештерің құтты болсын. Тіккен отауларың шаңырақ биік, босағасы берік, керегесі кең болсын. Ішінде ойнайтын асық ұлдар, қыз кесте тігетін болсын. Әрқашан осы үйде той болсын, тойларыңыз той қаласын. Гүлнәпис той құтты болсын. Меден және әрқашан өстіп ауызбіршілікте сіз біздесіп, құдалықтарымыз 1000 жылдық бола берсін. Келесі жыл нәсіп болса, Алла берса, бесік тойда да өстіп кес ойнап күліп жүре берейік та. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. Бірінші кеше Өзбекстанда өтті той. Қосанаға Камшат құтты жерінде қондырдың қарындасымыз да бақытты болсын. Гүлнәпис, Аружан мен Иман Жүсіп бақытты болсын. Ұзақ ғұмыр кешсін, келешекте жақсы семьялардың бірі болсын. Той тойға ұласа берсін. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Екі себепсі бүгін жең қарындасымның Аружан мен Иман Жүсіптің той екен. Апамыз Камшат, жеземіз қосын, тойларыңыз құтты болсын, қыздарыңыз құтты жерге қондырғаныңыз құтты болсын. Екі жасқа не дейміз? Екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын. Алдында не отқан не бір жақсылықтарды біздер қолдаймыз қашында. Біздер нағаш жағы боламыз. Аружан қарын ашқан нағашыңа кел дейді. Біздер арқашында осындамыз. Кел, сағынсаң, мамаң, папаң сағынсаң бізге келесін. Денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын. Көтерген шаңырағың биік болсын, керегелерің кең болсын. Бақытты бол, денің сау болсын. Жақсылықты, тек қана жақсылықты кездесейік. Дастархан тек қана тойда ашылсын. Құтты болсын. Бар ма? Ақош. Аружанның үлкен өзінің апасы, енді соған берейік. Кеш жарық, Құлын сапа, той құтты болсын. Иман Жүсіп, Аружан, тойларың құтты болсын, бақытты болыңдар, дендерің сау болсын. Әрқашан ойнап күліп жүре беріңдер, ата-аналарының үмітін ақтап, бақытты болыңдар. Кеш жарық, құрметті тойшы қауым. Гүлнәпис құдағай, тойыңыз құтты болсын. Міне бүгінгі кешіміздің қызым Аружан мен күйеу балам Иман Жүсіп, бақыт тойларың құтты болсын, өмірге қойған қадамдарың құтты болсын, үлгілі семьялардың бірі болып, жаным биіктерден көріне беріңдер. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшылы қауым. Өзбекстаннан сәлем. Мына бүгін
мынау Өзбекстанда, Қазақстанда той тойлап жатырық қой. Бұл тойдың себепші 2 жас. Мына қызым Арош пен Иманжұстың бас қосқаны. Гүлнапис Нұрсұлтан той құтты болсын. Қосын Кәмшат сіздерге де той құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Қазақстанға той деп келейік, тойға келейік. Ой, тамаша рахмет. Әлеугі тойда жүрген жоқ па сол кез? Ауылдың бәрі намыс Қазақстанда жүре. Мына кісі өткенде бір тойда көрдім, бүгін тағы тойда жүр. Рахмет, Алла разы болсын. Енді бүкіл той жинап, Құдай қаласа, тойлап жатсыздар, рахмет сіздерге. Қадамдарыңыз оң болсын, той құтты болсын. Енді мына жерде Құдағидың класстастары бар екен. Осы кісілерден де бір ауыз жақсы тілек. Сіздер туысқан ма? Біздер Құданың, осы Хусейдің Құдасының класстастары, достары. Бір қатым алдан шығыңдаршы бер жаққа. Құданың, Қосынбек Құданың класстастары, кішкентайдан бірге өскен достарымыз. Не дейміз бұна? Келе. Сен де Құда бер жаққа. Мұлардың бәрі. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Той құтты болсын барлығыңызға. Құдағи, жастар бақытты болсын. Әрқашан осы той болсын. Жиған тергендердің бәрі тойларға берсін. Қызымыз бен маламыз көтеріп атқан шаңырақтары биік, керегелері кең. Өмірде еш мойымай, қиындықтың бәрін бірге жеңе біліңіздер. Бақытты болыңдар жастар. Мына бірінші құтты болсын Манат әжемізге. Немере тойыңыз құтты болсын. Немере келін алып жатсыз. Гүлнапис көзіңнің ағымен қарасы ұлыңды үйлендіріп жатсың. Иманжұсып өзі мектепте де қыз сияқты еді ғой. Әдемі сызылған, сабақты жақсы оқитын бала еді. Міне бүгін біздің бауырымыз Аружанды алып жатыр. Аружан екеуің бақытты болыңдар. Аружанның енді аржағы Қалби әжемнен, Кәмшаттан, Қосынан тәрбие алған Аружан өте үлгілі семья болады деп ойлаймын, сенеміз. Аружан жақсы тәрбие алған. Аржағы әжем мен атам жақсы еді ғой. Әр нәрсе негізіне тартады дейді өзі. Аружан жақсы үлгілі келін болады деп сенеміз. Әрдайым Гүлнапис үйіңде той болсын. Осы балаларыңнан немере сүйіп, шөбере сүйіп, тек осы балаларыңның қуанышын көр. Осы балаларың несібесіне өзің аман бол. Жастар бақытты болсын. Ал рахмет, мынау қазақ айтады ғой, ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда, бірлігі жоқ туыстың көптігінен не пайда. Ішіне адам кірмесе сарайыңда не пайда, араласып жүрмесең ағайыннан не пайда дейді. Мінекей Аллаға шүкір, осы Қосынбек ағамыз қызын ұзатты деп арнайы Кәмшаттай Құдағиымыздың шашпауын көтеріп келген баршаңызға үлкен рахмет. Осындайда ағайындығымызды көрсетпесек, біздің ағайындығымыз қайда. Сондықтан да баршаңызға үлкен рахмет. Тілек айтпадым деп айыпқа бұйырмаңыздар. Келген қадамдарыңыз нұрлы болсын. Мынау түрі басқа болғанмен тілек бір, жүз басқа болғанмен жүрек бір, бастысы тойға келген баршаңызға үлкен рахмет. Әдемілеп бір фотоға түсіп алайық. Келіңіз, Гүлнапис ханым, әдемілеп осы жаңа құдалармен суретке түсіп алсақ. Құрметтеріңізге осы әулеттің жиендерінен бір тамаша ән, мен ортаға Нұрпейісті шақырайын. Тамаша бір ән орындап берсін сіздердің құрметтеріңізге. Ал құдалармен нағашы, жиен, бөле, туыстар болып, класстастар болып билеп алайық ортаға. Кет Қанекей, жібер маэстро. Ал Нұрпейіс, әуде. Кетпейге, құдалар. Ал кеттік. Шығар жаңыз. Көңілім күрсіндің бекер, үстіп ақырын бұл тоғымды өтер. Дүниенің түбіне жетпеген ешкім, ойнап күліп жүргенге айтшы не жетер. Ай күл, тағы да күлші, күліп менің жанымда жадырап жүрші. Екеумізге тәңірден берілген бақыт, бақытпенен уақыттың қадірін білші. Жыла, жаным ау жыла, жылап тұрып тәңірден кешірім сұра. Өміріңе өкінбе, алдыңа қара, өткен істер оралмайды бәрі бір сірә. Өттім шоқтандың тағы да неге, біз тоқтайтын әлі де алдыда мәре. Жалғыз келдік кетті
кетерміз қайтада жалғыз, өмірменен күресіп екеуміз бірге. Жалғыз келдік кетерміз қайтада жалғыз, өмірменен күресіп екеуміз бірге. Ай күл, тағы да күлші, күліп менің жанымда жадырап жүрші. Екеумізге тәңірден берілген бақыт, бақыт пенен уақыттың қадірін білші. Жыла, жаным ау жыла, жылап тұрып тәңірден кешірім сұра. Өміріңе өкінбе алдыңа қара, өткен істер оралмайды бәрібір сірә. Аямын қайтадан қуанам кейде, біздер нағып тұрмаймыз бір қалып күйде. Арың менен иманың болса егер жолдас, өміріңді сүре бер өзіңді сүйде. Арың менен иманың болса егер жолдас, өміріңді сүре бер өзіңді сүйде. Күл, тағы да күлші, күліп менің жанымда жадырап жүрші. Екеумізге тәңірден берілген бақыт, бақыт менен уақыттың қадірін білші. Жыла, жаным ау жыла, жылап тұрып тәңірден кешірім сұра. Өміріңе өкінбе алдыңа қара, өткен істер оралмайды бәрібір сірә. Ай күл, тағы да күлші, күліп менің жанымда жадырап жүрші. Екеумізге тәңірден берілген бақыт, уақыт пенен уақыттың қадірін білші. Екеумізге тәңірден берілген бақыт, қолда барда алтынның қадірін білші. Ал Сасабаев кетті. Микрофон шығар.
шыдай алмай шаршаймын кейде мұндайда жүрегің менен гүлердің менен күлімдеп тұрып сүйген қайда жүрегің менен гүлердің менен күлімдеп тұрып сүйген қайда. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал, енді отырып жайғасып алыңыздар. Алдарыңызда тамаша ән салған осы әулеттің жиені Нұрпейсылдарыңызға қолдау қошемет жазап қойыңыздар. Ал, биді енді кәсіби бишілер билесін. Мен ортаға арнайы арна би ансамблін шақырайын. Тамаша би көрейік, арна би ансамблі.
ансамблі. Рахмет. Той құтты болсын. Енді құрметті ағайын, мен ортаға жастарды шақырайын, бір қошемет қолдау көрсететін ағайын болса, туыстар, бауырлар болса, ортаға Иман Жүсіп пен Аружан келіңіз ғалекей. Той құтты болсын. Жар. Жастарға қошемет ортаға. Өмірге лайық отты жағып жар. Келеден екі жас топты жарып жар. Осы өмірге лайық отты жағып жар. Келеден екі жас топты жарып жар. Үлкенім мен алдым жасымда жар. Жас елімді Мынау енді жаңа айттым ғой, Иман Жүсіп қайта үйленіп жатқан жоқ. Бір күн бір үйлене қойған екен, бір қолдау көрсететін ағайын бар ма? Бір айқайлап, шулап, шапалақ ұрып, Иман Жүсіп үшін қошемет шапалақ кет қанеки. Бәрекелді. Бағана бір тәтем айтты ғой, Иман Жүсіп өзі сәл ұяңдау жігіт болды, мектепте де білгіш болды. Жұрттың балдары сияқты жалмаңдап тұрған жоқ қой, өзі ұялып жүрген баланы қайта ұялтып үндемей отыра бермей, бір айқайлап шулап, бір қолдау көрсетіп көтермелеп қойсаңыздар, бір қошемет жасап. Иман Жүсіпке бақытты бол деп қоятындар бар ма? Ей, молодец, әні. Осындай айқай шуларың керек. Ей, жаным айналайын, молодец, әні. Оп, бәрекелді, бар екен ғой. Жігіттерің қайда? Шақырыңдар, күйеулеріңе вообще слабый екенсіңдер бар ма? Далаға жібермеңдер. Есіктің алдында неше түрлі қыздар әкетіп қалуы мүмкін. Сол үшін шығармаңдар, шақырып алыңдар. Былай қылайық, Иман Жүсіп, мына жақ жақын ба саған, мына жақта жақын ба? Қай жағы? Екі жақ бірдей. Көрейікші. Келін айналайын жіберіп, қазір әкетіп қалмайды ешкім. Мен ғана. Так, қара. Мына жақта сенің туыстарың, бауырларың, мамаңның достары және коллективтерің. Мына жақта сенің қайын жұртың, нағашыларың, жиендерің, бөлелерің, бір қаншама туысқандар бар. Енді бөліп алу керек. Я мына жағы, я мына жағы. Бір жағын ал. Ойлан. Давай. Былай қылайықшы. Стоп. Иман Жүсіпке кім көп қолырат сояқтыға? Давай, Иман Жүсіпке. Бірге. Қара. Ей, бәрекелді. Қайсы? Қай жақ көбірек ұрмадыр? Қай жақ? Ол жақ па? Ей, жаным айналайын. Ұялма. Қайын жұртыңа кейін бара бересің, майындама. Қазір кетіп қалсаң, мыналардың тең жатса айтады. Ой, қашан беріліп қойыпты ғой қайын жұртына деп. Дұрыс қылдың негізі. Сіздердің команда, Иман Жүсіптің командасы кетіп бірге. Кел, Аружан, кел. Мына енді, мына жақтың бәрі сенікі. Аружан үшін қошемет жасайтындар бар ма? Давай, қошемет. Бірге. Молодцы! Құдалар! Ей, бәрекелді. Рахмет. Сендер өстіп отыра бересіңдер ма, үндемей? Бір айқайлап қойсаңдар, кеттік қанекей. Аружан үшін! Міне. Қол көтер. Қалай қыламыз? Екі жақ жарысамыз. Көрдіңдер ғой аналардың поддержкасы қалай болатқан. Түргеп тұрып жатыр кәдімгідей Аружан туыстары. Сол үшін қалып қоймаймыз, намысты қолдан бермейміз. Ана жігіттер қайдам? Жаңа жігіттер керек еді негізі осындай кезде айқайлауға, шулауға. Тым әдемі шақырып алу керек. Сырттағы жігіттің бәрін шақырыңыз көке. Кім бар ана жерде? Сен кім шақыршы? Нұсқан. Сырттағының бәрін шақыршы. Сен барма айтпақ, сен барма, сен берге. Сен қаяқталасың, Қай жақ? Мына жақ едейміз. Ей, молодец. Келінге көмектесейін, құдаларыма көмектесіңдер. Кет. Давай, Нұрсұлтан. Кет. Яғни біздің Гүлнәпис ханымның командасымен Иман Жүсіп коллектив. Ей, молодец. Қойғыламыз. Екі жақ биден жарсамыз, биден. Молодец. Мына жақта джунглилер бар.
Былай қылайық, орнымызда отырып, болмаса түргеп тұрып жарысамыз. Қазір мен экранға видео қоям, видеоға қарап, қалай билейді, солай билей жарысамыз. Бірінші, қыздың жолы жіңішке, бірақ ұлдың жолы ұлы жол. Бірінші, Иманжүсіптің командасынан бастаймыз. Мына жақтағылар, жақсылап экранға қараймыз, ана экрандағы биді қайталаймыз. Кеттік, жібер маэстро. Қошемет! Қара! Бірге! Молодец! Шап! Биді! Бірге! Қара! Экранға қара! Қалай тұр? Молодец! Керемет! Сендер де қосылыңдар, мамаң екеуін қосылып, құдағи мен құдасы қарап тұра бермей. Давай енді Аружанның командасы. Дайын боламыз. Кетке экранға қараймыз. Жібер маэстро. Давай, Аружанның командасы. Қызғанарды сені білдім. Eslatmakta sevgimizni Hoş Nikoli Kızg'onardi seni mendan o guli. Ey, молодец! Ей, бәрекелді. Көрдіңдер ма, құдалар қалай билеп жатыр? Аружан бір кішкене эмоцияңды білдіріп тұрса, қуанып тұрған адам сияқты. Кішкене барып, ағаларың, туыстарың ғой, ешкім емес, бөтен емес, уайымдама. Негізі Аружан ауылда әлі тұра ма негізі? Ауылда келіндер сәл ибалла ғой, біз жақта болса жіберетін қашан бүйтіп алып. Молодец енді. Өз сәл ұялыңқырап тұр, бірақ сіздер қолдау көрсетіп тұрсаңыздар, конечно, бір қолдау көрсетіп тұрсаң болды. Давай, Иманжүсіп! Иманжүсіптің командасы, кеттік ары қарай! Молодец, достар! Әне! Үйде! Опа! Бірге, шап! Бірге! Эй, молодец! Давай, құдалар, бірге Иманжүсіптің командасымен, яғни біздің бүгін керемет тамаша кешіміздің әдемі иесі Иманжүсіп пен Аружанның командасы қосылып бірге. Экран не болды? Экран қайда? Кет, қайда, бірге! Емсақ! Бірге! Баса билейікші кел бір партия. Бақыты болуына мен гарантия. Балқия, есімің Балғариса емес Балқия. Құбаша билейікші кел бір партия. Бақыты болуына мен гарантия. Балқия. Рахмет! Әй, тамаша, рахмет. Мінекей, бір-бірімізден дес бермейміз. Аллаға шүкір, рахмет. Біріміз Иманжүсіп үшін, біріміз Аружан үшін жанын салып жатырмыз. Келе қой, Аружан. Келе қой, ортаға қошемет шапалақ, қолдау көрсетіп берейік. Ал енді осы екеуіне дәл жаңағыдай қолдау көрсетіп тұрсаңыздар, мен ортаға махаббат тортын алдырайын. Ал ендеше ортаға. Дәл осы екеу үшін махаббат торты. Қайда бағана қайқай-шу? Бірге! Ай, бәрекелді. Міне, бұл енді жартылай жасалған торт. Бұны өздерің жасайсыңдар өз қолдарыңмен. Жақсылап перчатканы киеміз, әдемілеп. Ал, қолда көрсетіп тұрыңыздар. Негіз Иманжүсіп үйде тамақ анау-мынау істей ме? Бәрін қатырады, молодец.
Ал Иман Жүсіптің қолынан торт жейміз қазір. Қазір Құдай қаласа антрактан жоғарыда шай болады. Шаймен осы тортты алып барады. Құдай қаласа Иман Жүсіптің және Аружанның қолынан тамаша торт жейтін боламыз. Молодец. Жүрегімде ашылған гүлсің, нұр шуағын шашылған гүлсің. Оралды көңіл көктемі қуантып мені. Жүрегімде ашылған гүлсің, нұр шуағын шашылған гүлсің. Оралды көңіл көктемі қуантып мені. Махаббатсыз өмір болама, сүйе алмаса жаным көңіл толама. Арманым менің, ардағым менің, сүйгім келеді тағы да. Иман Жүсіптің достары қайда? Сүйе алмаса жаным көңіл толама. Арманым менің, ардағым менің, сүйгім келеді тағы да. Гүлді болып бағымда жайна, оралсын көңіл көктемі қуантып сені. Бұлбұл болып таңымда сайра, гүл болып бағымда жайна, енді дәмін көрсін өздері. Кесіңіздер. Қуантып сені. Вақты болсын. Махаббатсыз өмір болама, сүйе алмаса жаным арманым менің, ардағым менің, сүйгім келеді тағы да. Махаббатсыз өмір болама, сүйе алмаса жаным көңіл толама. Арманым менің, ардағым менің, сүйгім келеді тағы да. Аружан негіз жігітті қатырған екенсің. Тай жұмыс істейді екен кәдімгі қыздай. Ана пышақпен аған кезде астынан қалқып алып жатыр кәдімгі тортты. Молодец. Қошемет. Тамаша. Енді Иман Жүсіп жұмыс істейді екен деп жұмсай берме. Просто айтып жатырмын да. Ал енді дәмін көрейік, өздеріңіз көріңіздер. Мынау енді арнайы сіздер үшін жасалған торт, өздеріңіз қолмен жасап жатсыздар. Сондықтан да дәмін көрсін. Қошемет, қолдап ағайын. Махаббатсыз өмір болама, сүйе алмаса жаным көңіл толама. Арманым менің, ардағым менің, сүйгім келеді тағы да. Дәмді бер кел. Сенің жасаған тортыңды дәмді деп мақтап жатыр. Бер. Торт бер. Сүйгім келеді тағы. Молодец, торт бер. Молодец. Қалай? Тәтті ма? Рахмет. Қандай? Тәтті. Бер. Бер. Сахыр жоқ бет, көтеріліп кетпей ма? Масыр алмаймыз ма? Тәтті ма? Бұл тәтті. Бұл анаңның берген тамағы, әйеліңнің берген тамағы ол тәтті. Кейде біз пендешілікке салынып, ой, бармай мұнаң тұз ащы болып кетті, мұнаң су болып кетті, мұнаған неге жаңағы сәбіз саласын, мұнаған неге пияз саласын деп жатамыз. Әйел әрқашан құлағымен жақсы көреді. Мен енді сенен бұрын үйленген адаммын ғой, сол себепті айтайын. Әйел адам құлағымен жақсы көреді, қыз көзімен жақсы көреді дейді. Сен не шақты Аружанның істеген тамағына мін тақпай, ойпырмай Аружан тамақты қатырады, тәтті болыпты деп жей берсең, Құдай қаласа топ-томпақ болып шығасың ендігі жылы. Әдемілеп тамақ істеп беріп еді. Тұзы көп болып кетті, аш екен десең аштан өлесің. Сол үшін не берсе де тәтті деп жей бер. Өмірлері тәтті болсын ағайын. Махаббатсыз өмір болама. Қыздар жігіттер мынаны аламыз. Официанттар қайда? Қазір Құдай қаласа жоғарыда шай болады. Сол шайды дәл осы тортпен ішеміз ағайын. Той құтты болсын, жастар бақытты болсын. Мынау арнайы осындай керемет тамаша той жасап, сенің осындай керемет тойың жасап жатқан анаңа мың алғыс. Қошемет қолда көрсетейік. Осыншама дүниені жасап тұрған. Яғни Иман Жүсіптің анасы Гүлнәпис ханымға да құтты болсын.
Ал, құрметті ағайын, енді жастардың тортын жасатып кестіріп алдық. Сіздер той төріне жайғаса беруге болады. Құдай қаласа, тойдың соңында махаббат вальсі бар, тағы бір келесіздер. Ал, құтты болсын ағайын. Қол соқ, қошемет. Аталатын қашаннан да ат игі тарыққанда сығалама жат үйді, атам қазақ құрбекеге айтпаған бір нағашың жет атаға татиды деп, той төріндегі барша нағашы жиен бөлелер шақырайық. Той төрінен бір тамаша тілек, содан кейін антракт басталғалы жатыр. Ендеше ортаға нағашы жиен бөлелердің бір тілегі. Ортаға билек білеміз кез, нағашылар, жиендер, бөлелер. Аналардың бірге туған бауырысың нағашы, жиендердің сүйенетін тауысың сен нағашы. Сендер барда жүректерге бұл түндейді нағашы, сендер келіп жиендердің қуануын қарашы. Шын жүректен бақыт тіле бақыт тілекті арнадың, жиендердің қуанышы жақсы биге жалғадың, жиендердің қуанышы жақсы биге жалғадың. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар талмадың, таусылмайтын сарқылмайтын мейіріміңді арнадың, таусылмайтын сарқылмайтын мейірімдісің нағашы. Ал, келіңдер. Нағашы жиен бөлелер. Аллаға шүкір, Шыңғысханның әскеріндей көбегестер көз тимесін. Шақырам. Шақырам. Бөлек шақырам. Тұрғыңызға баса тұра беріңіз, разница жоқ. Ешкімді қумаймыз. Үлкеніміз кім? Келіңіз аба. Ал, бір ауыз тілек тыңдайық. Құрметті жиналған қауым, міне бүгін менің немерем Иманжүсіп пен келінім Аружанның бақыт тойы. Тойларыңыз құтты болсын, дендерің сау болсын, көтерген шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын. Әрдайым екі жақ ауызбіршілікті болсын. Гүлнәпішжан, тойың құтты болсын, немере шөбере сүйіп, осы балдарыңның қызығын көріп, шапқылап денің сау боп жүре бер. Тойың тойға ұлассын, жайған дастарханың кең болсын, әрдайым тойға жайылсын. Тойлай берейік өйстіп. Ассалаумағалейкум, толға жолған қауым. Той құтты болсын. Наға шекеңдер, той құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, аңсаған армандарына жетіп, жақсы семьялардың бірі бола берсін. Құдаларға төрге шыққандарыңыз құтты болсын дейміз. Бір балдарыңыз екеуі батыр ғой, екі жаққа да құтты болсын айтамыз. Бәрің сұлу келінге сұлу мінез пейіл берсін. Келіннің мейірімді болып, ата-анаңызға қызмет етіп, осылай қызығын бала-шағаларыңыз көре берсін. Тойларыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойға жойнаған қауым. Мына күніміз нағашымыздың баласы үйленіп жатыр. Иманш бөлеміз. Келін екеуінің тойлары құтты болсын, шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын. Үбірлі, шөбірлі ұрпақтарың көбейсін. Мына күніміздің арманына, мақсатына жете берсін осы. Балдарың бақытты болсын. Әрдайым тойға келейік, тойларың тойғаласа берсін. Кеш жарық тойшыл қауым, бүгін міне Қожабаевтар отбасында үлкен қуаныш. Ол қуаныштың себепшісі баламыз Иманжүсіп пен келініміз Аружан. Бақытты болсын, үбірлі шүбірлі жусандай түбірлі болсын. Гүлержан осы балдарының қызықтарын көріп, немере шөбере сүйіп, солардың боғына былғанып отыра берді. Ендігі жыл шілде ғана тойда болайық. Мынау жиендердің атынан лазер подаркымыз бар, ән шашу подаркымыз бар балдарымыздан.
Кеш жарық бүгінгі алыстан жақыннан келген тойға жиылған қауым. Мінекей астың дәмін келтірген тұздан айналайын, екі жақты жақын қылған қыздан айналайын деген. Мінекей бүгінгі тойдың себепшісі болып отырған Иман Жүсіп пенен Аружанымыздың бақыт кеші құтты болсын барлықтарыңызға. Гүлнәпісжан, құда-құдағай, Қамшат пенен Қосынбек ағаға да құтты болсын айтамыз. Дендері сау болсын, күткен отауларының шаңырағы биік, керегесі кең, терезесі тең болып, өздеріменен өсіп өніп көбейе берсін. Әрқашан барлық жақсылықты тілеймін. Құрметті көпшілік қауым, мына бүгінгі жиылып отырған себебіңіз мына Гүлнәпис бөлімінің ұлы үйленіп, ұлды ұяға қондырып, көңілді бірлеп отырған той екен. Әрдайым бөле Гүлнәпис үйінде той үзілмесін, тойың той қаласын, жастар бақытты болсын. Кеш жарық тойшыл қауым, құда-құдағайлар түрге шыққандарыңыз құтты болсын. Гүлнәпіс мына балдар бақытты болсын. Жас жұбайлардың шашады жүздері нұр, шапағатты істерінің іздері бол. Құтта берейлі мерекемен екі жасқа атылаймыз ұзақ ғұмыр. Махаббаттары мәңгілік болсын, бақытты болыңдар. Рахмет, той қыласын. Әрқашан шаңырақтарыңыздан той береке кетпесін. Аллаға шүкір, осы Гүлнәпис әпкеміздің де арқа сүйер нағашылары, жиендері өздерің үстері. Мінекей тойдың бір жағын көтеріп отырсыздар кәдімгідей. Сондықтан баршаңызға үлкен рахмет, бас аман дені сау болсын. Тек тойда қуанышта басымыз қосыла берсін. Келіңіз Гүлеке, бір суретке түсіп алайықшы. Мұзды жанып шыққан аппақ гүлдейсің, ай қою қара шашың, қара түн, таусылардай жанды менің тағатым, күлім деген көктей алтын күндейсің, мұзды жарып шыққан аппақ гүлдейсің, ай қарап қоямын, жүрегімнің түбіне қамап қоямын, кейде өзімнің жүрегімді аяп қоямын. Ай, нағашылар! Кездесуге шықтың боянып алып, сенің сұлулығына тоямын анық. Ғашық болмадым, көп болды бұлай, қара көзіңнің мөп-мөлдірін ай. Кездесуге шықтың боянып алып, сенің сұлулығына тоямын анық. Ғашық болмадым, көп болды бұлай, қара көзіңнің мөп-мөлдірін ай. Қарап қоямын, жүрегімнің түбіне қамап қоямын, кейде өзімнің жүрегімді аяп қоямын. Қарап қоямын, жүрегімнің түбіне қамап қоямын. Ай, нағашылар! Кейде өзімнің жүрегімді аяп қоямын. Қарап қоямын, мен қарап қоямын, жүрегімнің түбіне қамап қоямын. Қарап қоямын, кейде өзімнің жүрегімді аяп қоямын. Ай, тамаша! Ай, тамаша, нардай нағашылар, аман болыңыздар. Енді орнымызға жайғасып алайық та, құдалардан еттің батасын алып алайық. Содан кейін ортаға шығып от қылып билейміз. Анау жоғарыда шай болады, шай дайын. Үлкендер жағы шай ішіп алыңыздар, сосын жастар ішеміз. Құдалар, өздеріңізден бір бата алайық. Елек әмин. Қол жайық жастар. Еттің батасын құдалардан аламыз. Елек әмин.
бастың байлығын берсін, денің саулығын берсін, дастархан. Әрқашан тойымыз болып, жастарымыз бақыт, құдаларымыздың барыс келсін, дұғамызды қабыл қылсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Ал ортаға би, үлкендер жағы шай. Кет ортаға, достар!